Залалсыз бір момынды ауру қылады да, қор қылады екен, қайдағы бір ұры залымның денін сау қылады екен. Әке шешесі. Марғұлан ағамызды оқығанымыз кезінде. Так, қайда мынау? Где собаки? О, сабақ деген жетеді бізде. По финансам жетеді бізде. По финансамда сабақтар бар. Пачка о бізде сабақтар. Міне ақша. Отбасылық бюджетті басқару моделі, бізде системалар бар, қалай басқару керек, отбасылық бюджетті қалай басқару, қанша ақшаны қайда сақтау керек, қалай жіберу керек, именно осы системаларды негізі қолданатын болсаң, ауыр бұны бірден өміріңе енгізіп жіберу оңай емес, бірақ именно осы системаларды егер қолданатын болсаң, ақшаны уже сен басқармайсың, ақшаны уже система басқарады болды. Құтыласың ғой, общем, ақшаның бәрін ойлаудан. Бұл оңай емес, бірақ уже зато система басқарады. Мен айтамын ғой, мысалы, машина сатып алдың да, сен машина сатып алған кейін, мен сендерге айтайын да, машина сатып алдың. Бұл машинаны өзімдіке қалай айдасам, солай айдаймын деп айтасың ба? Айтамайсың, өйткені мемлекет саған конкретно система қойып қойған ғой саған. Ереже қойып қойған, міне ереже қаржылық. Бұл ережені енді ұстау оңай емес, бірақ бұл ережемен бар ғой, 5 жылда, егер 300 мың айлықпен жүріп, 5 жылда 1 миллион доллар көтеруге болады. 5 жылда, ойлашы, 300 мың айлықпен. Сондай да есептеп шығарып тастадым да мен бұны. Әдемі қыл. 3 жылда 300 мың теңге айына тауып отырсын да, есен сол 300 мың теңге 1 миллион доллар көтеруге болады. 300 мың теңге. Көріндір ма? Мына есептердің бәрін. Қай ақшаң қайда? 1 миллион долларды мысал, сен өзің ойлаш, 1 миллион доллар, 500 миллион теңге ол. Сен даже, мен сенен айтайын да, ойыңа кіріп шықпайды 500 миллион теңге. 500 миллион теңге. Соны жинап алуға болады да. Системалар бар да специальный. Математика ғой бұл, жандарым ол. Математика. Әшейін математика. Аласың, жасайсың, істейсің. И байисың, дейді ол. Ой, маған звондап қалады ғой. Так, солай ағайын бауырлар. Так жетеді курстар. Бұл отбасылық бюджетке сабақтары жасап қойғанбыз. Бизнеске, мысалы, бизнестің ақшаларын қалай басқару керек. Бизнес, ең главный бизнестің ақшасын басқару ғой. Мен сендерге айтайын. Бизнесті дамыту керек. Отбасылықта нелер бар, мысалы. Енді бұл жерде мен финансовый жағынан айтатын болсам, былай айтқым келеді да. Сен қой бизнесмен бол, басқа жұмысты істе, мұғалім бол, врач бол, бірақ сен қаржылық сауаттылық болу керек сенде қанша деген. Бұны мектепте үйретпейді ешкім, мен сендерге айтайын. Ол невыгодно мемлекетке, шындықты айту керек. Кредитке қадап тастаған елдің бәрін. Өзімізден де бар ғой, бірақ ала береміз. Жауып тастасақ барып, қайттан аламыз, жауып тастаймыз, қайттан аламыз. Өзімізден де бар. Просто ізденбейміз, оқымаймыз. Мына мысал, мына сабақтардың мен қанша кітаптардың ішінен, мен ойлап тапқан жоқпын бұны. Зеріктедім, іздедім, оқыдым өзім Давлатовта. Мысалы, Давлатовта оқу да оңай емес. Мен кезінде 10 мың доллар еді. Bir жылдық оқу қазір 50 мың, 100 мың доллар. Вот, пожалуйста. Оқып жатырмыз. Ақсәуле ханым мысалы оқып жатыр бізде марафонда қазір. Бизнес-марафон 1 жылдық оқуымен қосып қойдық, 25 мың теңге айына. Бүкіл осы сабақтардың бәрін өтеміз. Бизнеске қатысты сабақтардың бәрін өтеміз. Қол жетімді қылып қойдым. Никакой 10 мың доллар, никакой 50 мың доллар. Тура өзім алған білімімді тура берем. Үй тапсырмасын беріп жатырмыз. Ақсәуле ханым, үй тапсырмасын өзім қадағалап, өзім тексеремін еще постоянно. Орындадыңдар ма? Так.
орындамадыңдар ма, сразу кысып шығарып жібереміз, болды. Бізге ондай адам керек емес. Бізге көтерілемін дейтін адамдар керек, істеймін дейтін адамдар керек, өзім нәпсімді жеңемін, мықты боламын дейтін адамдар керек. Кеттім мен енді ауыз ашарға. Чуть попозже кірем. Инстаграмнан кірем. ТикТокта жақсы, Инстаграмдағы оқырмандар да бар, ол жаққа кірем. Ол жақта біраз сұхбат айтам, пайдам тиіп қалар. Ал, ағайын бауырлар, сау саламат болыңыздар. Марафонға қатысам десеңіздер, мұнда жазып жіберіңіздер. Ссылка бойынша өтіп, марафонға қатысам, места ішіп болды деп. Хорошо. Сау саламат болыңыздар. Аманшылықта жолыққанша. Может, вечером еще кіріп қалам. Давайте.